Тараздық тұрғын өзінің 20 жыл бұрын өліп қалғанын естібесінен танды. Банк қызметкерлері де, зейнетақы қорындағы мамандар да қайтыс болып кеткенсіз деп шығарып салған. Қызығы сол, ол былтыр ғана жеке басын растайтын куәлік алыпты. Өзінің тірі екенін дәлелдей алмай жүрген тұрғынмен тілшіміз Данияр Әлімқұл тілдесті. Үшік түсіруші болып жұмыс істейтін 59 жастағы Олег Ким банкке барып бұғатталған картасын босатпақ болған. Бірақ ондағылар қызмет көрсетуден бас тартқан, себебі әлде қашан бақилық болып кеткенсіз деп шығарып салыпты. Дәл осындай жауапты ол зейнетақы қорындағы қызметкерлерден де естиді. Өзімнің өлгенімді естігелі еңсем түсіп жүр, тіпті түнде ұйықтай алмайтын болыппын. Әуелі банкке, кейін зейнетақы қорына бардым. Екі жақта да сіз өліп қалғансыз, қызмет көрсете алмаймыз деп қайтарып жібереді. Сөйтсе маған Алматыдағы Түрксіб аудандық соты 2004 жылы өлді деген шешім шығарып тастапты. Енді ештеңе істей алмай басым қатып жүр. Бір қызығы, Олег Кимге халыққа қызмет көрсету орталығы 2020 жылы жеке бас куәлігін беріпті. Олар ол кезде ортақ базаның жұмысы жүйеге қойылмаған. Сондықтан ондай дерек бізде болмады деп отыр. Қай жылы қайтыс болған деп? 24 февраль 2021. Қалалық ахат бөлімі мамандары Олег Кимді 23 жыл бұрын ажырасқан әйелі өлді деп тану туралы сотқа арыз бергенін анықтады. Дәл осы кезде ол тонау бабымен күдікке іліккен. Өзін іздеп таппағандықтан сот сыртымнан шешім шығара салған болуы мүмкін дейді. Ал әкімдіктегілер тірілер тізіміне қосудың еш қиындығы жоғын айтты. Бізге тек қана өтінішті жазады. Біз өтінішін қарап, сотқа жолдама береміз, ары қарай сотта дәлелдейді. Сол сот шешімін жою туралы фактісін алып келген кезде біз соны жойып тастаймыз. Содан кейін уже статусы өзгертіледі. Енді құжатымен әлек болған Олегтің мәселесін Тараз қалалық соты шешпек. Сонда ғана ол қайтыс болғандардың қатарынан тірілердің тізіміне қайта қосылмақ. Данияр Әлімқұл, Айбат, жаңалықтар қызметі.